Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Біздер 6 баланың ата-анасы боламыз. Осы 6-шы қызымыз өмір есігін ашқан бойда осындай Алланың сынағына тап болды. Енді осы Қазақстанда бұл диагноз бойынша рак кожи деп қойылып отыр. Енді бізде Қазақстанда ондай операция жасалмайды екен. Сол себепті Түркия еліне операция жасату үшін 30 миллион қаражат керек болып отыр. Біздер ондай қаражат таба алмаймыз. Сол себепті сіздерден алдарыңызға көмек сұрап шығып отырмыз. Біріншіден Алладан, екіншіден сіздерден өте мұқтаж болып отыр. Көмектесіп жіберсеңіздер. Бірінші кішкентай қал болып шығып, күннен күнге ұлғаюда бізде. Осындай түк болып шығып тұрады. Астана қаласында осы жерінен биопсия алынды. Алайда Қазақстанда бұл дерттің емі жоқ.